рус жазушысы Федор Достоевскийдің «Жинаят һәм жаза» романы бүткіл дүние әдебиятының ажайып үлгілерінің бірі болып есептелінеді. 1866 жылы жазылған бұл шығармада инсанның кешірмелері һәм ішкі азаплары суретленеді. Шығармада айтылуынша, камбағаллық айып емес, ал жоқшылық инсанды бұзады. Бас қаһарман Петербург университетінің студенті Родион Раскольников жоқшылықтан құтылу һәм баю үшін жинаят іздейді. Ең қорқынышлысы ол бұл жинаяттың ақылауға харекет етеді. Ол өзінің пікірінше жәмиет үшін пайдасыз деп есептеген бір адамды өлтіруге қарар етеді. Бірақ бұл жинаяттан кейін ол қатты рухи азапларды басынан кешіреді. Оның вжданы оны тыныш қоймайды. Ақыр-ақыбет ол өз айыбын мойындайды һәм жазаны қабыл етеді. Бұл шығарма инсанның ішкі дүниясы, вждан азабы һәм әділдік хақында терең пікір жүргізуге шақырады. Шығармада жинаят һәм жазадан тысқары шын жүректен жақсы көру де суретленеді. Бұл болса, кітап құмарларды терең тәсірлендіреді. Федор Достоевскийдің «Жинаят һәм жаза» шығармасын оқуға сіз кітап құмарларды шақырып қаламыз.